Alhamdulillahi Rabbil alamin wal aqibati lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmetli musulman cemaat. Allah tağalam bizni жоқтан бар етіп жаратқан Алла тағалама мақтаулар, мадақтар болсын. Әлемдердің Раббысы Алла тағалаға шүкірлік болсын. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам Алла тағаланың салауат мен сәлем болсын. Бізден алдын қайтқан барша момын мұсылмандарға Алла тағаланың рахмы, мейірімі, кешірімі болсын. Момын мұсылмандарға Алла тағаланың жеңісі, мейірімі, бақыты болсын, дүниелік және ақыреттік. Сіздерге осы қасиетті мекенде Алла тағаладан бір аят, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан бір хадис айтып беруге рұқсат етіңіздер. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алла тағала қасиетті Құранда Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Я айюхаллазина аману иттақуллах ва қулу қаулан садида юслих лакум аъмалакум ва яғфир лакум зунубакум валлаху ғафурур рахим. Ахзаб сүресінің соңғы 70-ші аяттарында жетеді. Иман еткен құлдарына, ва иман еткендер, Алладан шынайы түрде, лайық түрде қорқыңдар да сөйлесеңдер, тек жақсы сөз сөйлеңдер дейді. Егер сендер сөйтіп жақсы сөз сөйлейтіндер болсаң, юслих лакум аъмалакум, Алла тағала сендердің амалдарыңды турлап қояды, жөндеп қояды дейді. Ва яғфир лакум зунубакум, Алла тағала сендердің күнәларыңды кешіріп қояды дейді. Пайғамбарымыз болған Алла тағаланың сәлемі болсын, салауат мен сәлем болсын. Өзінің хадис шарифтерінің бірінде ла ястақиму абди иманан хатта ястақиму қалбаху ва ла ястақиму қалбаху хатта ястақиму лисанаху дейді. Яғни қазақша мағынасы, құлдың, яғни Алланың құлының иманы дұрыс болмайды, оның жүрегі дұрыс болмағанша, оның жүрегі дұрыс болмайды, оның тілі дұрыс болмағанша дейді. Сол үшін де тағы бір хадис айтуға рұқсат етіңіз. Пайғамбарымыз болған Алла тағаланың салауат мен сәлем болсын. Мән юъмину биллахи вал яумил ахир фал юқал хайр ау лиясмут дейді. Қазақша мағынасы, кім Аллаға және ақырет күніне иман еткен болса, сөйлесе тек жақсы, қайырлы сөз сөйлесін, болмаса үндемесін деген. Алла тағалам өзінің сүйген құлдарынан етсін. Осында қара тасқа келіп, баршаңызға өздеріңіз жүректеріңіздегі дұға тілектеріңізді тілеуді нәсіп етсін, қабыл болатын қажылықты нәсіп етсін. Бара алмай қалған әке-шешелеріміз, бара алмай қалған ата-бабаларымыздың Алла тағалам рухтарына, мұсылман рухтарына қажылықтың сауабын нәсіп етсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Өздеріңіз келіп дұға жасауды баршаңызға нәсіп етсін. Ассаламу алейкум.